негативті установкалардан арылудың ең оңай жолы. Мысалы ретінде айтатын болсақ, екі адамды алайық. Бірінші адам кішкентай кезінде иттен қатты қорқып қалды да, ит қауіпті деп, менде сондай установка қалыптасып, өмір бойы иттен қорқып жүр. Ал екінші адам керісінше, ит адамның досы деп, итті жақсы көреді. Бұл екі адамда да дұрыс, былайша айтқанда установка, бір адам үшін ол қауіпті болса, екінші адам үшін ол ит адамның досы болып тұр. Бұл жерде бастысы біздің кез келген ситуацияға біздің реакциямыз, біз қандай реакция қалдырдық. Сол үшін өзіңізде болған қарым-қатынас, ақша болсын, сондай ситуацияға сіз қандай реакция қалдырдыңыз. Ол нейтралды болу керек. Бар болғаны бұл ситуацияда мен дұрыс бұл реакция бермедім. Мен бұл ситуацияға нейтралды түрде қараймын деп. Ол қауіпті емес. Ол кәдімгі жануар деген сияқты өзіңізді түсіндіруге болады. Бұл тек қана бір ғана мысал, ол басқа да өміріңіздің басқа сферасында болған ситуацияларды осылай жұмыс жасау арқылы бұл бар болғаны менің дұрыс емес реакциям. Оған өзіңіздің реакцияңызды нейтралды түрде қарайтын болсаңыз, сіз өзіңіздің установкаларыңыздан арыласыз. Парақшам ұнаса жазылыңыз, лайк басыңыз, ұнамаса өтіп кеттіңіз.